Кришнакант мырза еш ойланбастан қомақты ақшаны төлеп береді. Мұның бәрін көрген Пунам күйеуіне алаңдап қарап тұрса да, ештеңе демейді. Ал дәл осы кезде Дивакар мен Тхапкиді ата-аналары жеке базар аралап келуге мәжбүрлейді. Болашақ ерлі зайыптылар бір-бірін жақсырақ тануы керек дейді үлкендер. Дивакар амалсыз келіседі. Екеуі көшеде қатар келе жатқанда айналадағы адамдардың назары бірден соларға ауады. Тхапкидің аяғындағы биік өкше оның бойын бұрынғыдан да ұзын көрсетіп тұр еді. Екеуі шағын мейрамханаға кіріп тапсырыс беруге кезекке тұрады. Дивакар үнсіз тұр. Ал кезек Тхапкиге келгенде қыз мәзірді қарап, маған деп кекештеніп қалады. Сөзін аяқтай алмай қиналған сайын артындағы адамдардың шыдамы таусыла бастайды. Тезірек айтсаңызшы. Бүкіл кезекті бөгеп тұрсыздар. Адамдардың бәрі ашуланып шулап кетеді. Тхапкидің жүзі қызарып, не істерін білмей қалады. Осы уақытта екі отбасы тойға арналған киімдерді қарап жүреді. Мишра мырза мен жұбайы ең қымбат көйлектерді таңдап алып, мынау жақсы екен. Жоқ, анауы одан да әдемі. Деп бірінен кейін бірін Кришнакантқа көрсетіп жатыр. Ал Кришнакант болса, еш қарсылық білдірместен. Жарайды, осылардың бәрін аламыз дейді. Сол сәтте дүкенге кірген Адити әкесінің барлығының ақшасын төлеп жатқанын байқап қалады. Ол мұны үнсіз ғана бақылап тұрады. Ал Дивакар Тхапкиді аяқ киім дүкеніне ертіп келеді. Өзіңе ұнағанын таңда дейді ол. Тхапки сөрелерді қарап жүріп, әдемі биік өкшелі туфлиді байқайды. Маған осы ұнады дейді қуанып. Бірақ Дивакардың жүзі бірден бұзылып кетеді. Дивакар ашуланып кетіп қалады. Тхапки оның соңынан жүгіреді. Көшенің шетінде Дивакар әдейі бір балгерге ұқсайтын адамның жанына тоқтайды. Ол Тхапкидің артынан келе жатқанын байқап тұр еді. Сосын әлгі адамға әдейі даусын шығарып, менің бойымды өсіре аласыз ба? дейді. Балгер таңырқап. Неге? Өйткені әйелімнің жанында өзімді тым аласа сезінемін. Мен одан ұзын болғым келеді. Бұл сөздердің бәрін тасада тұрған Тхапки анық естіп қалады. Көп ұзамай екеуі қайтадан аяқ киім дүкеніне оралады. Бұл жолы Тхапки әлгі биік өкшелі туфлиге қарамай-ақ қарапайым жалпақ табанды аяқ киімді таңдайды. Дивакардың жүзіне күлкі үйіріледі. Міне, осы дұрыс. Ал Тхапки үнсіз ғана басын изейді. Үйге келген соң Тхапки бөлмесіне кіріп шкафты ашады. Ондағы барлық биік өкшелі аяқ киімдерді бір қорапқа жинай бастайды. Сол сәтте бөлмеге Адити кіріп келеді. Қарашы, менің тойға алған көйлегім қандай? Деп қуана көрсетеді. Бірақ бір кезде Тхапкидің барлық каблуктарын жинап жатқанын байқайды. Сен не істеп жатырсың? Бұдан былай мен биік өкше кимеймін дейді Тхапки сабырлы үнмен. Не үшін? Өйткені Дивакардың көңіліне тиеді. Осы кезде бөлмеге Пунам да кіреді. Қызым, өзіңді өзгертпе. Егер саған биік өкше ұнаса, оны киюге толық құқығың бар. Адити де анасының сөзін қостайды. Ешкім үшін өзіңнің арманыңнан бас тартпа. Бірақ Тхапки бәрібір өз шешімінен айнымайды. Егер бұл оны бақытты ететін болса, мен үшін осының өзі жеткілікті. Ол қораптың қақпағын жауып, барлық биік өкшелі аяқ киімдерін шкафтың ең түбіне қойып қояды, ал қаладағы үлкен сауда орталығында тойға арналған дайындық жалғасып жатты. Тхапки көзінің қиығымен ерекше әдемі қызыл той көйлегін байқап қалды. Көйлек дәл өзіне арналғандай көрінді. Ол ақырын ғана бағасына көз жүгіртті. Бағасын көрген бойда жүзі өзгеріп кетті. Мұнша қымбат деп күбірледі. Сол сәтте Адити қасына келіп, әке бәріне өзі төлеп жатыр. Біз ештеңеге ақша шығарған жоқпыз. Тхапки аң-таң болып қалды. Не дейсің? Иә, Мишра отбасының киімдерінде, өзіміздің киімдерді де әкем сатып алып жатыр. Тхапки дереу әкесінің жанына барды. Әке, неге бұған келістіңіз? Неге бас тартпадыңыз? Кришнакант қызының көңілін түсіргісі келмей, күлімсіреп жауап береді. Қызым, уайымдама. Анаң екеуміздің жылдар бойы жинаған ақшамыз бар. Сен тек қуанып жүр. Тхапки сәл тынышталғандай болды. Бірақ Пунам шыдай алмай қалды. Неге жалған сөйлейсің? Қызымыздың алдында бәрі жақсы сияқты көрсетудің қажеті жоқ. Кришнакант бірден әйеліне көзбен белгі беріп әңгімені тоқтатуға тырысты. Қазір мұны талқылайтын уақыт емес. Кешке қарай Дивакар Тхапкиге телефон соқты. Қалайсың? Тхапки қуанып кетті. Екеуі біраз әңгімелесіп тұрған кезде бөлмеге Дивакардың достары кіріп келеді. Әй, болашақ келіншегіңмен сөйлесіп жатырсың ба? Достары телефонды сұрай бергенде, ол ашуланып қоңырауды өшіріп тастайды. Ал үйде тойға дайындық қыза түскен еді. Бір кезде есік қағылды. Кришнакант сыртқа шыққанда алдында банктың қызметкері тұр екен. Мырза, құжаттарға қол қоюыңыз керек. Ол қолындағы папканы ашып, несие келісімшартын көрсетті. Сөйтсе, Кришнакант қызының тойына жететін ақша болмағандықтан, банктен үлкен көлемде несие алған екен. Қызметкер кеткен соң Пунам көзіне жас алып,
Осындай үлкен қарызды қалай төлейміз? Сомасы өте көп қой. Кришнакант терең күрсінді. Басқа амалым болмады. Қызымның тойы ешкімнен кем өтпеуі керек. Осы кезде бөлмеге Тхапки кіріп келеді. Үстел үстінде жатқан банк құжаттарын байқап қалып, қызығып қолына алады. Бұл не қағаз екен? Ол оқи бастай бергенде кенет Шуб бөлмеден айғайлап шақырады. Тхапки, тез бері келші. Кешке қарай Дивакар достарын ертіп Тхапкилердің үйіне келеді. Жігіттердің бәрі көңілді. Бүгін бәріміз бірге қыдырайық. Пунам бірден қарсы болды. Жоқ, тойға санаулы күн қалды. Тхапки ешқайда бармайды. Дивакар ішінен қуанып қалды. Өйткені ол достарының алдында тағы да ұятқа қалудан қорқатын. Дәл сол сәтте Адити сөзге араласты. Неге бармайды? Болашақ жары шақырып тұр ғой. Барсын. Көп ұзамай үлкендер де келісімдерін берді. Барлығы қаладағы әдемі кафеге келді. Дивакардың достары Тхапкимен танысып, оның сыпайылығы мен қарапайымдылығына тәнті болып отырды. Дивакар, сенің таңдауың жақсы екен. Өте тәрбиелі қыз екен. Бұл сөздерді естіген Дивакар қуана алмады. Керісінше әңгіменің бәрін өзі айтып, Тхапкиге сөз бермеуге тырысты. Бірақ бір досы мәзірді қолына алып, жоқ, бүгін тапсырысты Тхапки берсін. Барлығы оған қарай қалды. Тхапки мәзірді алып, маған, деп тағы да кекештеніп қалады. Ол сөзін жалғастыра алмай қатты қиналды. Үстел басындағы үнсіздік бірнеше секундқа созылды. Барлығы бір-біріне қарап қалды. Дивакардың достары енді ғана Тхапкидің кекеш екенін түсінді. Тхапкидің жүзі қызарып кетті. Кешіріңіздер, деп орнынан тұрып көз жасын жасыра алмай әжетханаға қарай жүгіріп кетті. Тхапки кеткен соң үстелде ауыр үнсіздік орнады. Бірнеше секундтан кейін достарының бірі мысқылдап: осы қызға үйленгелі жүрсің бе? Екіншісі күліп: әңгімесін айтып болғанша таң атады ғой, деп мазақтай бастады. Дивакардың жүзі ашудан қызарып кеткенімен ол үндемей отырды. Ал есік алдында тұрған Тхапки олардың әрбір сөзін анық естіп тұр еді. Ол достарын тоқтатпады да, Тхапкиді қорғамады да. Бұл көрініс Тхапкидің жүрегіне қатты батты. Ол терең дем алып көз жасын сүртті де, қайтадан үстелге келді. Барлығы үндемей қалды. Тхапки достарына қарап, жай ғана күлімсіреуге тырысты. Мен сіздерден бір ғана өтініш сұраймын. Тағы да кекештенгенімен сөзін соңына дейін жеткізуге тырысты. Дивакарды мазақтамаңыздаршы. Түнге қарай Тхапки үйіне оралды. Үйдегілердің бәрі оны тағатсыздана күтіп отырған еді. Иә, бәрі жақсы өтті. Адити қуанып кетеді. Бірақ кешке аулаға шыққанда Кришнакант қызының көңіл күйінің жоқ екенін бірден байқайды. Қызым, бәрі расымен жақсы өтті ме? Осы бір сұрақ Тхапкидің бар сабырын бұзды. Ол әкесінің иығына басын қойып үнсіз жылай бастады. Ал Дивакар болса үйіне ашулы күйде келді. Анасы оның көңілсіз екенін байқап: не болды? Тағы да сол кекештігі үшін достарымның алдында ұятқа қалдым. Ол ашуға булығып бөлмесіне кіріп кетеді. Келесі күні Тхапкидің үйінде хна жағу рәсімі басталды. Үй ән мен күлкіге толды. Туыстары Тхапкидің қолына әдемі өрнектер сала бастады. Хна жағылып болған соң, ол телефонын алып, Дивакарға қысқа ғана хабарлама жібереді. Ертеңгі күн бәріміз үшін бақытты өтсін. Ақыры көптен күткен той күні де келіп жетті. Таң атқаннан бастап екі үйде де ерекше қарбалас басталды. Бірі гүлдерді іліп жатса, бірі дастарханды әзірлеуде. Ол кекештенетіндіктен кейде ішіндегі ойын қағазға жазып жеткізетін. Қолына қалам алып, ақырын ғана жаза бастады. Бүгін менің өмірімнің ең маңызды күні. Бірақ осы үйден кететінімді ойласам, жүрегім ауырады. Бір кезде көзінен жас тамып, қағаздың бетіне түседі. Осы сәтте бөлмеге Пунам кіріп келеді. Неге жылап отырсың, қызым? Тхапки анасын құшақтап: мен сіздерді қатты қимаймын, деп тағы да жылап жібереді. Пунамның да көзіне жас келеді. Аздан соң бөлмеге Адити мен үйдегілердің бәрі жиналып, Тхапкиді жұбата бастайды. Дәл сол кезде телефон шырылдайды. Қоңырау шалған Варун еді. Әпке, кешір мені. Өте маңызды себеппен келе алмай қалдым. Тхапки көңілі түссе де: ештеңе етпейді, өзіңді күт, деп бауырын жұбатты. Бірақ оның тойында Варунның болмайтыны жүрегіне қатты батты. Таңертеңнен бастап Дивакар да тойға дайындалып жатқан еді. Ол қаланың ең танымал шаштаразына келіп, жаңа образ жасатуға шешім қабылдады. Шаштараз оның шашын сәндеп, сақалы мен мұртын ретке келтіріп жатты. Дивакар айнаға қарап, өзіне риза болып күлімсіреді. Бүгін бәрі мінсіз болуы керек. Ал дәл осы уақытта Тхапки де қалыңдық көйлегін киіп, айна алдында тұрды. Ақ түсті той көйлегі оған ерекше жарасып тұр еді. Адити телефонды алып: тезірек Дивакарға суретіңді жібер, деді. Тхапки ұялып күлімсіреп, бірнеше суретке түсіп, Дивакарға жіберді. Телефоны шырылдағанын естіген Дивакар хабарламаны ашты. Тхапки қоңырау шалып тұр екен.
Сәлем, деді Дивакар көтеріп. Дивакар. Тхапкидің кекештенген дауысы телефоннан анық естілді. Деп орнынан атып тұрмақ болғанда Шаштараздың қолы тайып кетіп, мұртының бір жағын толықтай қырып жібере. Ойбай! Деп Шаштараз шошып кетті. Дивакар айнаға қарап, орнынан тұра сала ашуға булықты. Не істедің сен? Кешке қарай екі отбасы той өтетін жерге жиналды. Музыка ойнап, қонақтар келіп, үнді дәстүріне сай рәсімдер басталды. Жігіт жағы салтанатты түрде келіп, бәрі оларды қошеметпен қарсы алды. Дивакар жаңа образмен кіргенде көпшілік оны әрең таныды. Мынау шынымен Дивакар ма? Мұртын алып тастапты ғой. Барлығы таңданысын жасыра алмады. Біраз уақыттан кейін ең маңызды рәсім басталды. Екі отбасы қасиетті оттың жанына жиналды. Тхапки мен Дивакар бір-біріне қарама-қарсы отырды. Дәл неке қию рәсімі басталайын дегенде Дивакар кенет орнынан тұрып кетті. Залда тыныштық орнады. Барлығы оның не айтатынын күтіп қалды. Дивакар ауыр күрсініп, мен бұдан бұлай үндемей жүре алмаймын, деді. Тхапки аң-таң болып оған қарады. Осы уақытқа дейін бәріне шыдадым. Бірақ енді шыдай алмаймын. Мен бұл некені қаламаймын. Залда отырғандардың бәрі қатып қалды. Кришнакант орнынан ұшып тұрып, Дивакар, не айтып тұрсың? Балам, мұндай сөз айтпа, деп жалына бастады. Бірақ Дивакардың ата-анасы да сөзге араласты. Біз ұлымызды кінәламаймыз. Қыздарыңыз кекеш. Ол біздің әулетке лайық емес. Осындай келінді қабылдай алмаймыз. Олар Тхапкидің кемшілігін бүкіл жұрттың алдында бетіне баса бастады. Әр сөз Тхапкидің жүрегіне қанжардай қадалып жатты. Кришнаканттың көзіне жас келді. Өтінемін, қызымды масқараламаңдар. Қандай талаптарың болса да орындаймын. Бірақ ешкім тыңдамады. Кришнаканттың қалтырап тұрғанын көрген Адити мен Тхапки жүгіріп келіп, оны демеп алды. Әке, өтінемін. Тхапки көз жасын сүртіп, баяу ғана Дивакарға жақындады. Бүкіл зал үнсіз қалды. Тхапки бір сәт көзін жұмып терең дем алды. Сосын бар күшін жинап, егер сен менімен үйленгің келмесе, деп кекештене сөйлей бастады. Залдағы адамдардың ешқайсысы сөзін бөлмеді. Мен де бұл тойдан бас тартамын. Осы сөзден кейін Тхапки көзіндегі жасын тыя алмай бұрылып кетіп қалды. Бірнеше минуттан кейін жігіт жағы ештеңе деместен той өтетін жерден шығып кетті. Келесі күні таңертең үйдің ішінде ауыр тыныштық орнаған еді. Пунам түні бойы жылағандықтан көзі ісіп кеткен. Ал Тхапки болса, ештеңе болмағандай аулаға шығып, кеше той үшін безендірілген гүлдерді, орындықтарды және шашылған әшекейлерді үнсіз жинап жүрді. Кешегі қуаныштың ізі ғана қалған еді. Жалғасы бар.